Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, ерекше ірімшіктен жасалатын корндоктың рецептісімен бөліскім келеді. Ендеше бастайық. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне шекер саламыз және тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бізде жұмыртқа бөлме температурасында болуы қажет. Енді оның үстіне жылы сүтімізді қоса отырып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және дрожж қосамыз. Оның үстіне кішкенеден ұн қосып, алдымен венчикпен, ары қарай қолымызбен қамырымызды илейміз. Көрсетілген мөлшерден артық ұн қосуға кеңес бермеймін. Өйткені бұл жерде біздің қамырымыз қатты болмау керек, өте барынша жұмсақ болу керек. Міне осылай болып иленді. Енді оның үстін салафанмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр ашығанша біз қалған заттарын дайындап аламыз. Осындай ыдысымызға су құйып, оны қайнатып, қайнаған суға шұжықтарымызды салып, суда 1 минут пісіріп аламыз. Міне біздің шұжықтарымыз пісті. Отты өшіріп, шұжықтарымызды судан аламыз. Және бізге 1 дана картоп қажет болады. Оны кішірек формада кубиктап турап аламыз. Бізге картоп неге қажет десеңіздер, бұл корндоктың сыртын әсемдеуге, одан әрі дәмді болуы үшін қажет. Турап болған соң, оны да ыдысымызға салып, 3 минут суда пісіріп аламыз. Картопымыз піскен соң, оны осылай сүзіп қоямыз. Суыған шұжықтарымыздың сыртындағы осындай салафанын алып тастаймыз. Шұжықтарымыздың 3 бөлігін теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Және бізге ірімшік қажет болады. Оны осы кесілген шұжықтың көлемімен бірдей етіп кесіп аламыз. Менде ірімшік кішкене жалпақ болғандықтан, осылай тағы да кішкене бөлігін кесіп алып тастадым. Міне енді шұжықтарымыз бен ірімшіктерімізді осылай таяқшаға кіргізіп дайындап аламыз. Міне ең алдымен жарты бөлік шұжықты кіргіземіз. Одан соң қасына ірімшікті қосамыз. Және бүтін шұжығымызды осылай дайындап аламыз. Міне мен барлығын осылай дайындап алдым. Және қалған ірімшіктермен шұжықты осылай 2 дана біріктіріп жасап шықтым. Енді картопымызды осылай салафанға салып, оның үстіне 1 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Бетін жауып, осылай видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Және бұл картопымызды осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Және бізге осындай дүкенде сатылатын роллтонның тестасы қажет болады. Оны да салафанның ішіне салып, осылай үстінен ұрып, майдалап аламыз. Оны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Және бізге панировочный сухари қажет болады. Менде осындай корейский панировочный сухари бар, оны бөлек ыдысқа салып алдым. Міне біздің қамырымыз ашыды. Оны да осылай салафаннан ажыратып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Және шұжықтарымызды алып, осы қамырға бір шетінен бастап әдемілеп орап шығамыз. Қамыр көп алынып кетсе, ол ештеңе етпейді, оны қолымыздың көмегімен алып тастаймыз. Барлығы бір келкі болғанша. Міне видеода көріп жатқандай, осылай қолымызбен аламыз. Егер қолыңыз қамырға жапсады десеңіз, кішкене қолыңызды майлап, немесе сулап алсаңыз болады. Міне тағы біреуін көрсетейін. Осылай міне қамырға орап аламыз, артық қамырды алып тастаймыз. Осылай ашылып қалатын болса, онда қолымызбен қамырларды біріктіреміз. Артық қамырларын алып тастаймыз.
болмаса біздің корындоғымыздың қамыры бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетуі мүмкін. Енді корындоқтарымызды осылай аунатып шығамыз. Ең алдымен роллтонның тестасына. Дұрыс тимей қалған жерлерін қолыңызбен осылай жабыстыра қоясыз. Одан соң оны панировочный сухариға аунатамыз. Міне дайын болды. Келесі картопқа аунатамыз. Картопқа аунатып болған соң тағы да панировочный сухариға аунатамыз. Енді үшінші бөлігін тек қана панировочный сухариға аунатамыз. Барлық корындоқтарымызды осы әдістермен жасап шығамыз. Корындоқтарымызды қызып тұрған майда осылай пісіріп аламыз. Оттың асты орташа болуы қажет. Корындоқтарымызды осылай қызарғанша майда пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді әрі әдемі ірімшіктен жасалатын корындоқтарымыз дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міне ортасы осылай болып шығады. Және келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.